Біздің бүгінгі дүниетану пәнінен өтетін тақырыбымыз үйдегі және қоршаған ортадағы қауіпсіздік ережелері. Бүгінгі сабақта меңгеретіндерің үйдегі және қоршаған ортадағы қауіп-қатер туралы білу, қауіпсіздік шараларын сақтау, қауіпті жағдайда дұрыс әрекет жасауды үйрену. Қандай заттар қауіпті деп ойлайсыңдар балалар? Неліктен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Кактус және шайнек. Кактус ол тікенекті гүлді өсімді. Ал шайнек ыстық шайнекке таянуға болмайды. Ас үйде қандай қауіпті заттарды көріп тұрсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Өте жақсы. Балалар, яғни терезенің алдына отыруға болмайды екен, және пешке таянуға болмайды, сіріңкені ұстауға болмайды, тоққа таянуға болмайды екен. Яғни бұл заттардың барлығы қауіпті екен. Бұл қандай бөлме? Бұл бөлмеде қандай қауіпсіздік ережесін сақтау қажет? Жарайсыңдар балалар. Яғни бұл жерде доп өте қауіпті екен. Допты байқаусызда аяқ адам шалынып қалуы мүмкін. Және жатарда не істеу керек? Шамды сөндіріп жатуымыз керек екен. Жақсы бол. Электр құралдарын пайдалану ережелерін сақта. Яғни балалар, қолды жуғаннан кейін, яғни тоқты сулы қолменен ұстауға болмайды екен. Және тоқтың бауларын мұқият қадағалау керек. Яғни бір тоқты екі затты қосуға болмайды. Бұндай жағдайларда өрт шығуы мүмкін. Ендеше балалар, барлығымыз бейне жазбаға назар аударайық. Сіріңкемен ойнама, ол үйдегі өрт шығуына себепші болуы мүмкін. Сіріңке немесе оттық дауыл болса, міндетті түрде ата-анаға береді. Өрт сенің кінәңнен болса да, болмаса да, міндетті түрде ересек адамға хабарлама. Балалар, көшеде қандай қауіп-қатерге душар болуы мүмкін? Қараңдар, мына суретке назар аударайықшы. Өте жақсы балалар. Ал енді келесі бейне жазбаға назар аударайық. Жол асып өткенде жол көрмеңіз. Жол көргенде жол жүргізуші сізді байқағанына және тоқтағанына көз жеткізіңіз. Жолдың маңайында ешқашан ойнамаңыз. Жақсы, яғни жол бойында ойнауға болмайды екен. Ал егерде балалар, бейтаныс адамға есік ашуға болады ма? Болмайды екен. Ал бейтаныс адаммен сөйлесіп, жақындауға болады ма? Дұрыс айтасыңдар балалар, болмайды екен. Яғни үйде ешкім болмаса, есікке жақындауға болмайды. Балалар, сендер жазды күні суға шомылғанды өте жақсы көресіңдер. Яғни суда тілсіз жауға жатады. Яғни су тіршілік көзі болғанымен, оның да қауіпсіздік түрлері бар. Үйде жазбаға назар аударайық. Ең соңында жерлерге шомылмаңыз. Құтқару құралдарынсыз суға кірмеңіз. Суға түсуге болмайтын белгіден аспаңыз. Өте жақсы. Судағы қауіпсіздік шараларды мұқият сақтауымыз қажет. Жаз мезгілі болғандықтан күн ыстық болады, суға шомылғыларың келеді. Яғни әрбір істе қауіпсіздік шараларды сақтап жүруіміз қажет. Балалар, егерде өрт болған жағдайда өрт сөндіру қызметіне хабарласуымыз керек. Яғни 101-ге қоңырау шалуымыз керек. Ал көшеде оқыс жағдайлар болса, яғни 102-ге қоңырау шалуымызға болады. Яғни полицияға қоңырау шаламыз. Және де жол апатына түскен адамдар болатын болса, онда жедел жәрдем 103-ге қоңырау шалуымыз керек. Және авариялық газ қызметіне қоңырау шалу үшін 104-ге хабарласамыз. Және судан құтқару орталықтары, яғни кез келген
Енді балалар, осы сабағымызды қорытындылай келе, үйдегі қауіпсіздік ережелерін білемін, электр құралдарының пайдалану ережесін білемін, жолдағы қауіпсіздік ережелерін білемін, судағы қауіпсіздік ережелерін білемін, қауіпсіздік ережелерін сақтаймын. Осы дескриптор арқылы өздерінің білетіндеріңді белгілейсіңдер. Өздерің көріп тыңдаған нұсқауларды бұлжытпай орындаңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.